Балалар математика пәнінің 78-ші сабағы. Әртүрлі есептер шығаруды үйренесіңдер және есептің сұлбасын жасайсыңдар, таңдайсыңдар. Ендеше кеттік. Әр есепке сәйкес сұлбаны таңда. Олардың біреуін шығар. Бірінші А нұсқасына жауап берейік. Біз бүгін суретке қарап отырсаңдар, ауыл бейнесін бейнелеген қар үйдің іші. Бүгін біз ауылға саяхат жасаймыз. Бірінші қатарда 7 көрпе бар. Ал екіншісінде одан 3 көрпе артық. Екінші қатарда неше көрпе бар? Балалар, бірінші нұсқаға сәйкес келетін сұлбаны қарайық. Ішінде артық сөзі бар екен. Ендеше бірінші суретке сәйкес келе ме? Артық белгісіз. Жоқ, бізде артық белгілі, сондықтан бұл екінші суретке сәйкес келеді. Ендеше шығарып көрейік. Бірінші қатарда 7 көрпе бар, Сұлбаларды бірінші таңдап алайық, одан кейін бірінші қатарда 7 көрпе. Екінші, неше көрпе артық? 3 көрпе артық. Балалар, артық болған кезде біз не істейтін едік? Дұрыс айтасыңдар. 7-ге 3-ті қосамыз, жауабы 10. Сонда екіншісінде одан 3 көрпе артық. Екінші қатарда 10 көрпе жиналып тұр екен. Не деген әдемі көрпелер. Бірінші үстелде 6 кесе, ал екіншісінде 8 кесе тұр. Екінші үстелдегі кесенің нешеуі артық? Сұлба таңдалды, Бірінші сурет. Нешеуі артық екенін білуіміз қажет. Сол үшін бірінші үстелдегі 6 кесені қоямыз. Одан кейін 8 кесені қоямыз. 8-ден 6-ны азайтқанда 2 шығады. Үлкен саннан кіші санды азайтамыз, сонда екеуі артық екен. Б нұсқасы. Әжем көрпеге 40 сары ою, одан 20-сы кем қызыл ою тікті. Ол неше қызыл ою тікті? Сары 20, барлығы 20, одан 20-сы кем. Сонда қызыл ою қанша? Кем болған кезде азайту жүреді. Амалдан азайту амалы орындалады. Сонда 20. Ендеше бұл жерде қызыл ою 20 екен. Енді екінші есепке қарайық. Өзіндік жұмыс. Есептерді оқы. Сұлбаға сәйкес келетін есепті таңдап, оны шығар. Кері есеп құрастыр, жаз және шығар дейді. Ендеше бірінші біз осыны шығарайық. Жайлауда 5 үлкен және 3 кішкентай киіз үй тігілді. Барлығы неше киіз үй тігілді? Барлығын шығару үшін біз қосамыз. 5 қосу 3 тең 8, барлығы 8 киіз үй тігілген. Ал енді Ә нұсқасында жайлауда 5 үлкен, одан екеуі кем, кішкентай киіз үй тігілді. Балалар, кем болғанда не істейтін едік? Сызбаға қараңдар, неше кішкентай киіз үй тігілді. Ендеше бұлай болады. Үлкен киіз үй 5, кішкентай киіз үй үлкеннен 2-ге кем. Кішкентай киіз үй қанша? Ол үшін біз азайтамыз, сонда 3 кішкентай киіз үй тігілген екен. Балалар, осы сызбаға сәйкес, осы есептерге сәйкес өздерің үйлеріңде кері есептер құрастырып жазыңдар. Жұптық жұмыс. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңдар. Сендерге арналған көптеген жаңадан сабақтар және келесіден бастап әр сабаққа сәйкес қосымша есептер деп аталатын видео нұсқалар шығып отырады. Олар сендердің білімдеріңді арттырып, одан әрі жақсартады. Барлық сызық түрлерін ата, кесіндінің ұзындығын өлше. Үшінші есеп. Балалар, бірінші жасылмен берілген қандай сызық? Дұрыс айтасыңдар, түзу сызық. Екінші, бір жағы тұйықталған, екінші жағы ашық. Бұл бізде қалай аталатын еді? Сәуле деп аталады. Дұрыс айтасыңдар. Және бұл жерде тағы қандай сәулелерді көріп тұрсыңдар? Дұрыс, қызыл және көк. Тағы сәуле деп аталады. Енді балалар, мына тұста ирек сызықтар тұр. Біз оны қандай сызық деп атаймыз? Дұрыс айтасыңдар. Қисық сызық деп атаймыз. Ал енді одан кейінгі бізде кесінді. Ендеше балалар, мына кесіндінің өлшеп комментарийге жаза кетіңдер.
ыдысты толтыру үшін әрқайсысына неше литр сүт құю керек? Өзің осындай тапсырма ойластырып досыңа ұсын. Балалар, бұл «Сен зерттеушісің» деп аталатын бөлімде. Каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Ендеше әр есепке тоқталып өтейік. Айтпақшы балалар, литр сыйымдылықтың өлшем бірлігі. Осыны ұмытпаймыз, алдағы уақытта бізге көп қажет болатын тұсы. Енді 40 литр, 30 литрі құйылған 40 литрлік сүт бөшкесіне. Ендеше оны осылай азайтамыз. 40 азайту 30 тең 10. Сонда бізге 10 литр керек болған кезде біз 40 шығады. Кері есеп құрастырғанда 30 қосу 10 тең 40 болады. Егерде құрметті ұстаздар, ата-аналар, слайд қажет болатын болса, комментарийге номерлеріңізді қалдырыңыздар. Арнайы группа ашылған, мен соған қосамын. Енді екінші 40 азайту 20 тең 20. Балалар, сонда бізге тағы 20 литр сүт керек. Ал осыны кері есеп етіп ұйымдастырсақ, 20 қосу 20 тең 40 болады. Үшінші 10 литр бар, 4 литрі толған. Қанша литр керек? Дұрыс айтасыңдар, 6 литр. Ол үшін біз тағы да 10 азайту 4 тең 6 болады. Ендеше 6 литр сүт құямыз. Соңғысын ойластырып, ойыңмен ұсын. Күтемін. Жақсы, жарайсыңдар. Ендеше 10 азайту 2 тең 8, сонда 8 литр сүт керек екен, балалар. Енді сендерге қосымша каналға тіркеліңдер. Міндетті түрде мынадай 10-ға байланысты есептер көрсетіп қойдым. Қарап, қалай шығарылғандығы жөнінде қарап алыңдар. 10 азайту 8 тең 2, 5 қосу 5 тең 10, 10 азайту 5 тең 5, 6 қосу 4 тең 10. 10-ға 10 санына байланысты сендер де осындай есеп ұйқастырып, достарыңмен бөлісіп, ата-аналарыңа тексертіңдер. Бұл сендердің есеп шығарудағы жылдамдықтарыңды арттырады.